Баршаларыңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге мен Мерует. Бүгін баклажаннан рулет дайындайтын боламыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Бір жасағаннан шығатын құрамы қол жетімді, көп уақыттарыңызды алмайды. Бізге керекті баклажанымызды ұзыншалап, жұқалап, турап алатын боламыз. Дәл видеодағыдай. Қазір жаз мезгілі болғандықтан көкөністердің, жемістердің бағалары түсіп, неше түрлі салаттарды, жемістерді банкі жауып жатқан боларсыздар. Менің каналымда түрлі рецепттер бар. Соларды қарап, маған тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, қолдап қойыңыздар. Қазақ каналының дамуына үлестеріңізді қосып қойсаңыздар. Және де өз достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Міне ұзыншалап алған, турап алған баклажанымызды салқын суға салып, үстіне бір қасық тұзымызды салып, ауырлау затпен бастырып қоятын боламыз. Мен бастырып қойдым. 5-10 минуттай тұрады. Баклажанымыз дайын болғанша салмасын дайындап алатын боламыз. Мен қызанақ, тәтті бұрыш, қиярды пайдаландым. Сіздер өз еркілеріңізде сыр салып, колбаса салып салсаңыздар болады. Өте тойымды болады. Дәл видеодағыдай ұзыншалап турап дайындап алатын боламыз. Жаз мезгілінде неше түрлі салаттарды жасап, отбасымызды қуантып қояйық. Көп уақыттарыңыз кетпейді, тез дайындалады. Келген қонағыңызға да ұсынсаңыздар да болады. Міне тәтті бұрышымызда турап жатырмыз, ұзыншалап турап алатын боламыз. Өте дәмді болады. Жасалу жолы өте оңай. Қарапайым болғанмен де дәмі бірақ тіл үйренеді. Менің каналым жаңа түскен келіндерге, енді үйреніп жүрген ас үй қаншайымдарына арналады. Міндетті түрде менің видеом ұнаған болса, тіркеліп, лайк басып, комментария жазып қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздердің әр қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Міне салмасын дайындап алдық. Енді майонезін салып, үстіне чесногымызды салып араластырып алатын боламыз. Міне баклажанымыз дайын болып қалды. Салфеткамызге баклажанымызды біртіндеп алып, құрғатып сүртіп алатын боламыз. Қазанымызды отқа қойып, сұйық майымызды құйып, ысығанын күтіп, баклажанымызды салып қуырып алатын боламыз. Міне баклажанымды сухарикіге салып, жұмыртқамызға былғап, солай жасадым. Мына видеода көрініп тұрғандай. Бірінші баклажанымызды аламыз, ұнымызға салып, одан кейін жұмыртқамызға салып, сосын панировочный сухарикіге салып, былғап алатын боламыз. Міне менің баклажаным қуырылып дайын болды. Енді дайындап қойған соусымды үстіне жағатын боламын. Үстіне салатный листьяны салып, Ана шайнек бар, қайнап тұр ғой, не істешеш? Шайың ішіп алшеш? Салмамды салатын боламын. Огурцы, тәтті бұрышымды, қызанағымды салып, міне әдемілеп орап қоямын. Видеода көрінбей қалған екен. Сіздер жасаған болсаңыз, маған кері байланыс жасап, мені қуантып қойыңыздар, комментария жазып. Алдағы уақытта жақсы рецепттермен бөлісетін боламын.
келесі видеомда қандай рецепт түрін жасайын, сіздер кері байланыс жасап, төменге комментарий ретінде жазып, қолтаңбаңызды қалдырып кетіңіз. Міндетті түрде жасауға тырысамын. Міне, әдемілеп орап қойып жатырмын. Міне, менің баклажаннан тіске басарым, рулет деп айтып жатады. Иненің тілі деп айтып жатады кейбір жерлерде. Дайын болды. Сіздер де осылай әдемілеп жасап, дастарханыңызға ұсынып қойыңыздар. Ас болсын.